Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая бүгін сүт тығыз тортын дайындайтын боламыз. Нәзік, балғын дәмімен ерекшеленетін бұл торт өте керемет шығады. Бұл тортқа қажетті заттар: бір банка сгущенка мен 80 грамм сары май және 180 грамм ұн, 3 дана жұмыртқа қажет болады. 10 грамм разрыхлительді еліктің көмегімен ұн екеуін өткізіп қоямыз. Яғни жұмыртқаны қолданар алдында әрдайым жуып қолданыңыздар. Жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлегеннен кейін сары майымызды ерітіндісін езіп, бұған қант қоспаймыз. Сгущенканың өзінің тәттілігімен жасалатын өте керемет воздушный сондай торт болады. Жақсылап осылай миксерлейміз. Осы кезде ұнымызды 2 бөліп, 3 бөліп саламыз. Яғни барлығын бірден қосып жіберсеңіз, қамырыңыз нық болып қалады, балғындығын жояды. Осылай бөліп қосып, өте керемет, қатты қою болмайды. Сұйық осындай әдемі бізден болады. Осыны бізге 2 қасықтан салып, мен 7 пергаментный қағазын пісіріп аламын. Көп қыздар, көп кондитерлер көп қасықтан қосады. Мен 2 қасықтан қосамын, өйткені менің көждарым нәзік әрі жіңішке болған қалаймын. Егер де оған көп қасықтан қоссаңыз, ол бисквит сияқты сүп үлкен болып кетеді. Маған осындай нәзік болғаны және жіңішке болғаны ол маңыздырақ, өйткені бұл сүт тығыз болғаннан кейін оның аты айтып тұрғандай, міне біздің көждарымыз дайын болды. Осындай нәзік. Осы кезінде чиз қолданамын. Чизді 200 грамм творожный сыр мен 100 грамм қант ұнтағын қосып, творожный сырымыздың іртігін жазып алып, 500 грамм сливки қосамын. Жай массадан жоғары массаға дейін көтерткізіп, миксерлеудің күшін 7 минут миксерлеп аламыз. Көждарымызды жинадым. Осындай өте нәзік көж болады. Осылай жақсылап 7 қабатымызды жинап шығамыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Енді менің бұның сыртына жағып жатқан ганажым, ол творожный сыр 200 грамм және жоғары сапалы сары май қосасыз. 120 грамм барлығын осылай миксерлейміз. Қант ұнтағын қостым 100 грамм. Осы 3 сатпен 99.9% кондитерлер торттың сыртын выравниваниеге, яғни сыртын тегістеуге қолданады. Менің керемет балды сүт тығыз тортым дайын болды. Енді мен оформление кірісемін. Менде рисовый лист бар. Осыны жасауды көріп алыңыздар. 2 стакан суымызды осындай үлкен ыдысқа қойып, оған мен краситель қостым. Өз қалауларыңызға қосасыздар. Осындай лист бұл кондитерлік магазиндерде сатады және супермаркеттерде сатады. Осылай жасаймыз. Бір ескерте кететін жайт, қыздар осы кезінде осылай көп кондитер қыздар немесе үйге пісіріп жүрген қыздар қателеседі, бір-бірінің үстіне салып, мысалы, осылай салып тастайды. Одан кейін ол листтерімізді алу, ажырату қиын болып қалады. Олай жасамай, бірінің үстіне бірін салмай, кішкене күтіңіздер. Міне жаңа қатты болып тұрған листіміз осындай әдемі, қолға жұмсақ болып келеді. Ал егер суда көп тұрғызып қойсаңыз, ол езіліп, икемсіз болып қалады. Онда ол бізге жарамай қалады. Силиконы коврик болса, ол өте тіптен жақсы. Осылай бір түнге кептіріп қойсаңыздар болады. Силиконы коврикта бұл өте жеңіл алынады. Ал мен асығыс жағдайда болған соң микроволновканың 1 минутына қойып қыздырып алдым. Және осындай әдісім бар. Ол дегеніміз сұйық майға осы жаңағы рисовый листімізді кесіп салсаңыз, осындай әдемі декор шығады. Мен декорларымды осылай кондитердің көмегімен бояп шықтым. Өз қалауларыңыз мүмкін күміс түсті, мүмкін алтын түсті. Осылай өз фантазияңызға қарай бояп шығасыздар.
торттың сәнін келтіретін декор болғандықтан осындай алдағы уақытта осындай керемет декорларды көрсететін боламын. Изомальпен және рисуемен көптеген сахарный вазалар жасайтын боламын каналымда. Сол үшін каналыма тіркеліп Бекен Жансая деп қоңырауды басып кетіңіздер. Және де мен шоколадты шариктерді жасауды көрсететін боламын алдағы уақытта. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Осылай шоколадымыздың астына осы выравниваниеден қалған кремнен кішкене тигізіп отырғызамыз. Шоколадтың өзін қойсаңыз, ол тортты коробкасына салып жатқан кезінде ол түсіп кетуі мүмкін. Міне, осылай өз фантазияңызға қарай орналастырасыз. Мен осы шетіне қоюды жөн көрдім. Мен сіздермен мастер-класста өткен барлық біліміммен сіздермен алдағы уақытта бөлісетін боламын. Ас болсын.